Korkunçlu yerim uşul meş. Sadiktin жоқтығыдан балдарым кейбір балда енді мен де өзіме жараша қонақ жерлерім болып қалады да, оның үстіге Құранды болып қалдым, ал жаққа бер жаққа Құранға қарап кетіп қалам. Ошонда балдарым өте қиналып қалады. Жалғыз эле неме болып қалам да, келіндерім жұмысқа кетіп қалса, ушул эле қызға жалдырап, ушул мен ең кенжетай қызым ушул. Аны неме қылып қойып, ушуны жалдыратып, қарайсың бүгін деп школдан алып қалғанға мәжбүр болып қалам. Болбосо апасының саатыны белгілейм, ошоға шейін сен қарап тұрғын, анан қалғанына жеңдер келіп қалады екен деп тұрып ушул қызға мәжбүрлеп неме қылып қоям да. Таштап кетем. Анан қыш абасымында меш жағабыз, мештен қорқуым, келгече апасы келіп қалды екен, меш қармап қалбады екен деп қиналып кетем мен. Садик жоқ, еш жаққа мете албай, ен аталар іштей албайды. Жаштарға бізге жұмыш эметел десе, садик жоқ болғандықтан таштай тұрған киши жоқ, үйде отырышып атат. Эми балдарын өсүүсүн аябай эле таасир тийгизет. Анткени себеби бул балдар үйдө келе үйдөн эч жакка чыга алышпайт. Анткени себеби баягы үйдө болгондон кийин өздөрү менен гана өздөрү болушуп, мындай коомго да аралаша албайт. Садик дегенде баягы элди башта мектеп окуучулар окууга даярдыктар да болбойт. Элдин көйгөйү биринчи садик. Берде ошо проект барысы дайын. Бул федеративный айыл өкмөтүндө бар проекттер. Только бизде каражат жок болуп атат да. Биз азыр садикке барыш үчүнчү шаарга апарып атабыз. Алыста. Андан кийин кечин алып келиш керек. Маршруткалар, автобустар час битте тыгын болуп калат. Өтө кыйынчылык жаралып атат элдерге.